Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге сәбиге 1 жасқа дейін неге сиыр сүтін беруге болмайтыны жайында ақпарат бермекшімін. Сиыр сүтінің құрамында ақуыз, минерал, майлар мен көмірсуларды кішкентай баланың ағзасы түгілі ересек адамдардың ағзасы көп мөлшерін сіңіре алмайды. Сондықтан да 1 жасқа дейінгі балаларға егер ана сүтінің іше алмайтын болса, қосымша қоспаға ауыстырған жөн, яғни сиыр сүтін бермеген абзал. Ең бірінші ерекшелігі ақуыздардың мөлшері. Сиыр сүтінде анасының сүтіне қарағанда ақуыздардың мөлшері өте көп. Яғни әйел адамның сүтіне қараған кезде ақуыздар 3 есе көп, атап айтқанда казеин. Ал казеин бұзауларға тез өсу үшін қажет. Сондықтан да сәбиге артық ақуыздың мөлшері өте қауіпті. Сиыр сүтінде 87% казеиннен тұрса, ал 13% протеиннен тұрады. Ал ананың сүті 70-80% протеиннен тұрса, 20% казеиннен тұрады. Яғни казеиннің мөлшері өте көп. Сонымен қатар, сәби ағзасында казеинді ыдырататын фермент жоқ. Яғни ыдырамаған казеин ішекке барып, ішектің шырышты қабатын зақымдап гистамин бөледі. Ал гистамин аллергия тудырады. Содан балада аллергия дамиды. Содан баланың ішектің қабырғалары зақымдалып, қанайды және ол гемоглобинді азайтады. Сонымен анемияға алып келеді. Сонымен қатар казеин көп болғандықтан, оны қорыту үшін көп мөлшерде кальций жұмсалады. Яғни сүттің құрамында ол кальций жеткіліксіз болғандықтан, оны сүйектерден және де тістерден алып, ағзада жалпы кальцийдің мөлшері азаяды. Және сиыр сүтінде ана сүтіне қарағанда лактозаның мөлшері аз болады. Яғни 100 мл әйел сүтінде қалыптыда 5,4-6,1 грамм лактоза болатын болса, ал 100 мл сиыр сүтте 4,8 грамм ғана лактоза бар. Яғни лактоза сиыр сүтінде аз. Сиыр сүтінде лактоза аз болғандықтан, ішекте пайдалы емес микроорганизмдер көбейіп, шіру процестері дамып, ағзаны уландырады. Яғни содан балада іш кебуі, іш ауруы, іш өтуі сияқты симптомдар пайда болады. Үшінші, минералды заттар. Сиыр сүті темірдің сіңірілуін тежейді. Және сиыр сүтінде фосфор өте көп, ал магний аз. Фосфордың көптігі бүйрекке күш түсіріп, болашақта бүйректе тас пайда болу қаупін жоғарылатады. Ал магний кальцийдің қорытылуы үшін қажет. Ал сиыр сүтінде магний аз болғандықтан кальций дұрыс сіңбейді. Сондықтан да 1 жасқа дейінгі балаларға сиыр сүтін бермеген абзал. Ал 1 жастан асқан балаларға күніне 1 стакан, яғни 200-250 мл ғана ішу ұсынылады. Егер видеом пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.